Саламатсыздар. Біздің бүгінгі сабағымыз гиподинамия, оның салдары және алдын алу шаралар туралы қысқаша ақпарат алатын боламыз. Енді мына жерде балалар, өздеріңіз көріп отырсыздар, қозғалыссыз зиянды тамақ жеп жатқан баланы сурет тұр. Біз осыдан не деп түсінеміз? Мүмкін гиподинамия дегеніміз қозғалыссыз, дұрыс тамақтанбай, үздіксіз телевизор, гаджеттер көріп жату болуы мүмкін екен, иә? Екінші мына жерде спортпенен шұғылданып, салауатты өмір салтын сақтап, жүгіріп келе жатқан ересек адамдарды көріп отырмыз. Енді онда балалар, дене сымбаттылығының бұзылуымен жалпақ табандылықтың пайда болу себептері, олардың алдын алу шаралар туралы біз қысқаша ақпарат алайық. Енді осы сурет естеріңізге сақтап отырыңыздар. Онда балалар, гиподинамия дегеніміз не? Ол гиподинамия дегеніміз, мына жердегі суретке тағы да тоқтала кетейік. Мына жерде мектепте мұғалім сіздерді партаға тік отырыңыз, жатып жазбаңыз деп ескерту айтады. Бірінші суретте тік отырған екі баланы көріп тұрсыздар. Мына жағында тік отырған кезде омыртқа жотасы тік болып тұр. Келесі суретте қисайып отырған баланың омыртқа жотасы қисық болып қалыптасып тұр. Онда гиподинамия дегеніміз бұлшық ет белсенділігінің төмендеуінен туындаған ауру болып келеді. Гипо деген қалыптан төмен, динамис деген күш дегенді білдіреді. Қарапайым тілмен айтқанда бұл аз қозғалыс. Онда бағанағы бірінші беттегі бала аз қозғалыс жасайды, тек қана диванда отырып дайын тамақты, зиянды тамақ жеп, өзінің қажетті деген нәрсесін ғана көріп отыр. Дүниежүзілік денсаулыққа ұйымының мәліметі бойынша өлім жітімнің басты себебі жүрек қан тамыр аурулары. Ал оның негізгі факторы осы гиподинамия болып келеді екен. Бұлшық еттің гигиенасына тоқталайық балалар. Жалпы тыныс алу кезінде қозғалыс бұлшық еттер белсенді болады, оттегін көбірек қажет етеді. Бұл тыныс алуды жақсартады. Қоректену, дене шынықтыру жаттығулар ағзаның қоректік заттарды сіңіру жақсартады, зат алмасу үдерісін жеделдетеді. Онда дұрыс тамақтану керек екен. Бұлшық ет күші, күнделікті дене жүктемесі бұлшық ет күшін ғана емес, байламдарын біз өткенде буын деп қарастырдық. Байламдардың иілгіштерін, сүйектердің беріктік қасиеттерін арттырады. Сондықтан үздіксіз дене шынықтырудың салауатты өмір салтын сақтайтын жұмыстармен шұғылдану керек. Тарихи кейбір мәліметтерге тоқтала кетейікші. Ежелгі Грецияда бұлшық ет күшін үлкен мән беріп келген екен. Оларда спорттық сайыстар мен жаттығуларды кеңінен қолданады. Біздің елде де, біздің өзіміздің қазақ халқын баланы жүре бастаған кезінен бастап біздің ата-әжелеріміз атқа мінгізіп үйреткен. Көптеген ұлттық ойындар, дене тәрбиесінің жұмыстарына бағыттап келген. Ұлттық ойындар, асық ату, тағы басқа көптеген ойындарға баулап келгенін біз жақсы білеміз. Ол біздің гиподинамияның қалыпты жағдайда болуын пайдасы тигізеді екен. Мына жерде атқа мініп келген баланы көріп тұрсыз. Бұл бұлшық еттердің дамуына зор үлесін қосады. Енді сымбаттылық қай кезде бұзылады? Мұны өздеріңіз көріп отырсыздар. Балалар тек мектепте ғана емес, үй тапсырмасын орындау барысында, мына бала үй тапсырмасын орындап, үйде жатқан бейнесін, столдың үстінде отырған кездегі бейнесін көріп тұр. Негізгі себептері жазу столда қисайып отыру, үстел мен орындықтың сәйкес келмеуі, дұрыс отырмау. Ол үстел орындық сәйкес келіп тұрса да, кейбір балалар дұрыс отырмайтын жағдай болады. Бұның негізгі әсері омыртқа жотасының қисаюы, ішкі органдардың қысылуы, тыныс алудың қиындық, тағы басқа көптеген ауруларға әкелуі мүмкін. Енді алдын алу үшін не істейміз? Дұрыс отыру керек, жаттығулар жасау керек, белсенді өмір салтын сақтау керек.
Енді біз балалар жалпақ табандылыққа тоқталайық. Мына жерде өздеріңіз суретті көріп тұрсыздар. Жалпақ табандылық дегеніміз жалпы не? Адам ағзасында табан күмбез болу керек. Ол күмбездіктен айырылып, тегіс болады. Бұның негізгі себебі аяқ киім, аяқ бұлшықеттердің әлсіздігі, ұзақ тұру, ауыр жүк көтеру, соның әсерінен, мысалы дене шынықтыруда мұғалім сіздерге үйретеді, мынанша салмақ жасына байланысты мынанша салмақты жүк көтеру керек дегенді айтады. Соны ескерулеріңіз керек. Және де жалпақ табандылықтың ең негізгі зияны сіздер ер балаларда отан қорғауымыз керек қой. Сол отан қорғаған кезде әскерге барар алдында үлкен медициналық тексерістен өтеді. Сол тексеріске сен жалпақ табандысың, сондықтан әскерге алмаймыз деп атады. Бұл деген ең үлкен зиян деген сөз. Ер бала болғандықтан міндетті түрде отан қорғауға бару керек. Бірақ мына жалпақ табандылық сізді болашақта отан қорғаудан алып қалуы мүмкін. Бұл дұрыс емес. Сондықтан жалпақ табандылық дегеннен сақтану керек. Жас кезінен бастап аяқ киімді дұрыс кию керек. Егер жалпақ табандылық болса, неге әскерге алмайды? Себебі тез шаршайды, ауырсынады, жүгіру қиындыққа туады. Оны физикадан жақсы білесіздер сіздер. Ауырлық жүктің бәрі табанға келгенде қандай болады дегенді. Міне өздеріңіз көріп тұрсыздар, қазіргі кезде неше түрлі аяқ киімдер бар. Осы аяқ киімдердің әдемілігіне қызығып, қыз балалар өкшесінің биіктігіне қызығып, ер балалар әдемілігіне қызығып, осындай тар, немесе өкшесі биік, дұрыс аяқ киім кимегеннің әсерінен жалпақ табандылық пайда болады. Тар аяқ киім аяқты қысады, қан айланымын бұзады. Сондықтан жалпақ табандылыққа келуі мүмкін. Биік өкше табанға күш түсіреді, сосын табанда деформация болады. Сондықтан ыңғайлы табанды дұрыс аяқ киім кигені дұрыс болып келеді. Енді біз осы гиподинамиядан қалай алдын аламыз? Дене белсенділігін күнделікті жаттығумен шұғылдану керек. Дұрыс тамақтану керек. Зиянды тағам жемеу керек. Тамақтың құрамында дәрумендер болу керек. Және де ыңғайлы аяқ киімдер кигені дұрыс. Күнделікті қарапайым жаттығулар бұлшықеттердің созу икемділігі артады. Әртүрлі жаттығулардың барысында суға шомылсақ, бұл да бұлшықеттердің нығайтып келеді. Және жүгіру, жаяу жүр. Сондықтан балалар, гиподинамия дегеніміз қазіргі замандағы қауіпті аурулардың бірі деп айтуымызға болады. Бірақ салауатты өмір салтын ұстану, дұрыс тамақтану, дене белсенділігін арттыру арқылы оның алдын алуға болады. Сондықтан әр адамның денсаулығын сақтау өз қолында. Сондықтан балалар, күнде осы өзіңізге тиісті жаттығуларды жасап, гиподинамия деген аурудан алдын ала сақтанғандарыңыз дұрыс. Сау болыңыздар. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Каналға тіркеліп пікір жазып кетуді ұмытпаңыздар.